Сәлеметсіздер ме менің құрметті оқырмандарым. Аудио кітап менің парақшама қош келдіңіздер. Сіздерге осындай кітап оқыған ұнайды ма? Қазіргі заманда кітап оқу қолжетімсіз болғанда, үйдің шаруасын жасап жүріп, осындай аудио кітаптарды қосып қойсаңыздар өте тиімді. Ал мен сіздерге ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт деген Кәмшат Бекжігітованың кітабын сіздерге оқып беремін. Кітап кімдерге арналады? Өмірдің еш қызығы жоқ. Өзіме көңілім толмайды. Өз-өзімді жек көремін. Орысша сөйлей алмаймын. Ынжықпын, ұялшақпын. Мінезім тұйық, жолым болмай-ақ қойды. Неден бастарымды білмеймін. Қолымнан түк келмейтін сияқты. Қорқамын. Көпшілік ортасында өзімді дұрыс ұстай алмаймын. Өзіме сенімсізбін. Ақшам жоқ. Күйеуімнен көңілім қалған. Күйеуімді кешіре алмаймын. Күйеуіме сенбеймін. Қайынжұртымның қорлығына шыдар емеспін. Өзімнің жеке өмірім жоқ. Балаларыма қатыгезбін. Қалай өмір сүргім келетінін де білмеймін. Денсаулығым сыр берді. Әкемді жек көрем, шешемді жек көрем. Мені ешкім жақсы көрмейді. Жұмысым өзіме ұнамайды. Жұмыстан үйіме қайтқым келмейді. Жалғызбын. Нені армандарымды да білмеймін. Өмірде көп қателік жасадым. Күйеуге тие алмай жүрмін. Жігіттердің бәрі бірдей сияқты. Жақсы қыздар қалмаған. Жүйкем жұқарған, жалқаумын. Өсекті көп айтамын, досым жоқ. Бойымда кемшілігім өте көп. Көп ақшам болған емес. Көп ақшаны сұрауға Алладан қорқамын. Өмірде мақсатым жоқ. Өмірден түңіліп кетем. Өз-өзіме қол жұмсап қоюдан қорқамын. Өмірде ешкімге сенбеймін. Күйзеліске түстім. Шығар жолын білмеймін. Өзгергім келеді, көмектесіңізші деген тізе берсем өте көп. Бұл маған келетін хаттардың басым көпшілігі тақырыбы. Осылардың ішінде өзіңізге танысы бар ма? Ендеше міндетті түрде осы кітапты оқыңыз дейді. Мен сіздерге айтайын. Алғашқы Луиза Хейдің кітабы қолыма тигенше, мен де дәл қазір өзіме келіп жатқан хат иелері сияқты өмірден түңілген едім. Кішкентай 7-8 айлық үлкен 2 бала мектепте, бір тиын ақшам жоқ, ешқандай табысым жоқ, қарызым бастан асады, отырған үйімнен шығатын уақыт жақын қалған, 5-6 айдан асты, далада шықпаймын, ешкіммен араласпаймын, көбіне ашуымды балаларымнан аламын. Таңға көз ілмей, мұндай өмірдің қандай мәні бар, кім кінәлі, неге бұлай болды? Мұндай күйге қалай түстім? Енді не істеймін? Қайтып бағам балаларды, ертең нанға ақша қайдан табамын деген сияқты сұрақтармен өзімді жеп жылап шығамын. Содан таң намазының уақыты келді. Намаз оқып, я Аллам, балаларымды аш қалдыра көрме, ең болмаса нанға ақша бере көрші, деп жылап отырып дұға қыламын. Қайта жатып, түске дейін ұйықтаймын. Алла маған өзім сұрағандай әйтеуір бір нанға ақша жіберетін. Қаншама айлар бойы күнім осылай өтіп жатты. 33 жасқа дейін өмірімде естімеген самооценка, полюби себя сам, аффирмация деген 3 сөз соңғы 14 жылда кітап бетін ашпаған мені Луиза Хейдің кітабын оқуға жетелеп әкетті. Расында 14 жылдан кейін алғаш оқыған кітабым Луиза Хей еді. Бұл кітап өмірімді жақсы жағынан күрт өзгертті. Сол күннен бастап тек білім алып келемін. Естіп білгендерімді күнделікті өмірде пайдаланып, керемет нәтижелерін көріп қуанамын. Өсіп келемін. Күн емес, қазір сағат сайын өсіп келемін. Аллаға шүкір. Сынақтар, кедергілер болмады емес, болды. Соларға қарамастан тек алға жылжыдым. Бүгін жетістігімнің барлығы бірінші Алланың, одан кейін тек алған білімнің және сол білімді күнделікті өмірімде пайдаланғанымның арқасы. Көптеген ғалымдардың еңбегімен танысып, біраз шетелдік ұстаздардан білім алып, өткен өмірімді дәл қазіргі күніме дейін ойлап қарасам, сонау ес білгелі маған еш нәрсе өзінен өзі келмеген екен. Жалпы өмірімдегі болған жағдайдың барлығы мен өзім дәнекер екенмін. Барлығы тек өзімнің қорқынышты, күдіксіз, сенімсіз ойым мен сөзімнің арқасында пайда болады. Қандай кітап оқымасам да, кіммен сабақ алсам да, барлық жерде бір қағида: ойыңды өзгерт, өзіңді тәрбиеле, өміріңді өзгертесің деген. Олардың айтқаны көз жеткізу үшін мен ойымды өзгертуге, алған теорияны күнделікті өмірімде пайдаланып көруге шешім қабылдадым. Алғашқыда ондай болмады. Аянбай өзіңмен күресуге тиіссің. Өзіңнің жалқаулығыңмен, өзіңнің әлсіз тұстарыңмен жұмыс істеу керек. Жалпы өзін жеңген адам ғана жеңіске жетеді деген. Енді келесі тақырып сіздерге оқып берейін. Әр нәрсенің қайыры бар.
Өмірімізде болған нәрсенің бәрінің қайыры бар. Кейде шығар жол таппай тығырыққа тірелген боласың. Жол бар, тек ол өзіңе қарай екен. Халық даналығы. Өмірімді кемел бағытқа күрт өзгертуге себепкер болған оқиғаны және жоғарыда айтқан бұрын-соңды естімеген 3 сөз туралы айта кетейін. 25 жасымда 2 баламды алып, әкелерінен бөлек кеткеннен кейін әртүрлі сауда жасадым. Соңғы 6-7 жыл бойы сауда-саттық Қазақстан мен Қытайдың арасында шапқыладым. Байып кеткен түгім жоқ, бірақ тынбай еңбек еттім. Бірде пайда, бірде шығын. Үйдегі қызым мен балама анам қарады. Ең бастысы қарындары тоқ, киімдері бүтін. Мен ажырасып кеткеннен кейін аз уақытта намазға жығылдым. Менің намаз оқығаныма күдіктеніп қараған анам өмірден жалғыз өтер ме екен деп уайымдады. Күндердің күнінде өміріме бір адам пайда болды. Өзі май қызметкері болғандықтан менің мекен-жайымды біліп алып, сүйіп қалдым деп соңыма түсті. Соңымнан қалмай 2-3 жыл жүрді. Кетіп бара жатсам шығарып салады. Келсем күтіп алады. Отбасы бар болғандықтан оны өзімнен алыстату үшін небір әрекеттер жасадым. Болмады. Үйге келіп анамен танысып алыпты. Анамның менің маңдайыма ер азамат пайда болғанына қуанып жүргенін сездім. Содан ойланып жігітке өз шарттарымды қойдым. Мешітке барып неке қиямыз және қарым-қатынасымызды ешкім білмеуі керек. Ол келісті, некелестік. Арада 2-3 ай өтпей менің аяғым ауырлады. Жігітім сол арада істі болып қамауға алынды. Оның үй іші менің үйімдегілер барлығы біздің қарым-қатынасымыз туралы білді. Бәрі ашылды. Содан мен саудамды, өз тіршілігімді тастап, барлығына қарсы тұрып, қайтсем де көмектесуім керек деп бар күш-жігерімді салып көмектестім. 7 ай дегенде Алланың қалауымен ол сот залын босатылды. Менің орнымда кез келген адам солай жасар еді деп ойлаймын. Маған айтқан рахметі болу керек. Жігітім 4-5 киімін алып менің үйіме көшіп келді. Ол бостандыққа шыққан 2 аптадан кейін мен бір өлімнен қалып қыз босандым. Мен 7 ай бойы оның жолында жүгіріп жүргенде саудада салған бар ақшам уақытында барып затымды алып сатпағандықтан күйіп кетті. Ішім ашыса да аман есен қызды болдым, әкесін шығарып алдық, садақа, Аллам қайырын берсін деп қоямын. Өкінішке қарай мен оны сол күннен бастап тани алмай қалдым. Не ойы бар екенін түсіне алмадым. 2 жаққа да өтірік айтып, 2 оттың ортасына күйіп жүргенін сездім. Мен сенуден қалдым, күдігім күшейді. Ол туралы тек қана жаман ой ойладым. Әр ойымның рас екенін ол ерсі дөрекі іс-әрекетімен дәлелдей берді. Үйде күнде ұрыс жанжал, намазда қайырын сұраймын. Сонда не керек, бар шындықты шешесінің аузынан естідім. Ол менің тағдырыммен ойнапты. Менің өмірім деп түсінгенім ол үшін әншейін ойын ғана екен. Ащы шындық сол. Бұл ойында мен жеңіліппін. Жеңілгенімді мойындап, өзім ғана шешім қабылдап, бір жағына шығуға қажеттігін, отбасылық дауға нүкте қоюым керектігін түсіндім. Қызыма 8 ай болғанда менің өмірімнен де, үйімнен де бір жолата кетуін сұрап, киімдерін жинап беріп, былайша айтқанда үйден өзім шығарып жібердім. Себебі ол өзінің іс-әрекетімен өз таңдауын жасап қойған. Менің қасымда еркіндіктен тыс жүрген еді. Дәл сол күнге дейін өмірден алған үлкен сыйлығым 3 балам еді. Балапандарымды құшақтап жалғыз қалдым. Менің бір тиын ақшам жоқ, 3 балам бар. Далада шығатын, елге қарайтын бетім жоқ. Үйден шықпаймын. Әке-шешеме, бауырларыма жарытып ештеңе айта алмаймын. Өйткені барлығын өз ақымақтығымнан таптым. Нағыз күйзеліс басталды. Бір кезде қайнап жатқан өмірім дәл сол кезде тоқтап қалғандай болды. Біткен жерім осы, ары қарай өмір сүретін жол жоқ деп ойладым. Мен қателесіппін. Өмірдегі қаншасыншы қателесуім, қате ойлауым білмеймін, бірақ тағы қателесіппін. Бұл жолы да қате ойлаппын. Өмір тоқтамаған, өмір жалғасып жатыр екен. Өмір тамаша екен. Демек, дәл бүгінгі күніме қол жеткізуім үшін қанша сынақты басымнан өткізіп, аяғымды шалыс басып, көп қателік жасауым керек болған ғой. Менің басымнан өткен бұл оқиға үлгілі аларлықтай емес. Мұны қазір сол кездегі мен сияқты қате ойлаған адамдар оқысын деп жазып
айтып отырмын. Қандай қасіретті бастан кешірсеңіз де, өмір онымен бітпейді. Кез келген уақытта ой мен сөзді өзгертіп, қалағаныңыздай бақытты өмір сүруіңізге болады. Себебі маған келген 50-60% хат иелерінің тағдыры қиын, яғни өткен өмірлеріндегі қателіктері үшін енді бақытты болуға құқылары жоқ сияқты өмірден түңіліп кеткен. Олай емес, достар. Біз пендеміз, періште көкте ғана. Адам болғаннан кейін барлығымыз қателесеміз, сүрінеміз, жығыламыз. Мәселе онда емес, мәселе қайта тұрып бәрін басынан бастауда. Өз қателігіңді түсініп, мойындай білуде. Әрбір қателік тек сабақ алуымыз керек. Адам баласы тірі тұрғанда кез келген қателікті түзету мүмкіндігі бар. Басымнан қандай оқиға өтсе де, ылғи мұның да бір қайыры бар деуші едім. Жанымды жаралаған соңғы оқиғаның қайыры менің бүгінгі күнім болар еді. Барлығына алғыс айтып, Аллаға шүкір деймін. Ендеше көп қателік жасадым деп, кім өзін айыптап басын салбыратып, қолын бір сілтеп, өмірден түңіліп отыр, мені тыңдаңыз. Өткен өміріңде кім болғаның маңызды емес, сен қазір кімсің, кім болғың келеді, міне осы маңызды. Сен өлген жоқсың ғой, тірісің бе, ендеше шындыққа тура қара. Шындық өмірдің жалғасып жатқандығында. Көрпенің астында тығылып жата бермей, басыңды көтер, орныңнан тұр, сыртқа шық, өмір жалғасуда. Сен тірісің, сенде үлкен мүмкіндік бар. Барлығын өз қалағаныңдай етіп, басыңнан бастауға мүмкіндік бер. Осы мүмкіндікті барынша пайдалан. Өмір сүрудің өзі бір бақыт. Орныңнан тұр да осы кітапты аяғына дейін оқы. Айтылған кеңестерді, жаттығуларға дейін шегермей жаса. Өзің ғана бақытқа қол жеткізе аласың. Ешкім саған бақыт әкеліп бермейді. Бақыттың алдынан өзің шық. Өлген адам ғана ешқандай мүмкіндік жоқ, ал сен тірісің. Қандай жағдайда тап болып, қандай күйде отырсаңыз да, мұның да бір қайыры бар екен, ұмытпаңыз. Әңгіме сіздерге ұнаса, комментарийге тағы деп жазып кетіңіздер. Келесі тақырыпты сіздерге оқып беруге тырысамын. Менің аудиоканалыма лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.